Армысыздар, кезекті үшінші видео сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы жетіген аспабында күй не шығарманы орындау барысындағы кездесетін қиындықтар. Бірінші кезекте бізге қандай қиындықтар кездеседі жетігенде? Біріншіден, көптеген жетігеннің шығармалары басқа аспаптан лайықталып алынғандықтан, ол шығармалардың түп нұсқасы негізі сол аспаптың мүмкіншілігіне арналып шығарылады. Ал біздің аспаптың мүмкіншілігі сәл басқаша болғандықтан көптеген диапазон жағынан болсын, дыбыс жағынан болсын, кішкене диапазондар жетіспей жатады, және хроматикалық дыбыстардың пайда болуы деген сияқты. Ондай кезде біріншіден әрине жетіген аспап жағынан келетін болсақ, қазіргі кезде мастерлер, шеберлер хроматикалық аспаптар жасалып жатыр. Яғни фа диез, сол диез, ля диез деген дыбыстарды сол түтікше арқылы басуға болатындай сондай жетігендер шығарып жатыр. Және тағы да бір әдісі, енді өздеріңізге белгілі, мысалы басу арқылы, до нотасы болса до диез мысалы. До диез басамыз мысалы. Ойнап көрсе, қандай кезде қолдануға болады? Міне осы доны до диез арқылы басамыз. Мына жерде до диез тағы да бар мына жерде. Сонда тұтас до диез басу арқылы. Яғни оңай емес, бір шекті басып және мына жерде орнап үйрену, яғни оған жаттығу керек. Дер кезінде сол жаңағы шекті басып үлгеру керексіздер. Бұл жерде сондай әдісті қолданамыз. Жетіген аспабында орындау барысындағы қиындықтарға келетін болсақ, ол жалпы орындаушы ретінде техниканың жетіспеушілігі, шығарманың толық ашылмауына сондай бір жаңағы кедергісін тигізеді. Енді мысалы сіздерге мысал ретінде көрсетіп кетейін, қандай техника, ойнау техникалық әдістермен қалай жұмыс жасауға болатынын. Мысалы ұсақ техника деген болады. Бұл жерде, яғни мысалы негізгі дыбыстарды алып отырып және қосымша дыбысты айыра білу керекпіз. Бұл жерде негізгі дыбыс ля болады да, қалғандары қосымша дыбыс. Көбісі былай ойнайды. Яғни барлығына маңызды ретінде қарайды да, бұл жерде тек қана бір ғана дыбыс маңызды, қалғаны тек жаңағы өтпелі дыбыс ретінде өте шығу керек. Деген сияқты, Енді арпеджиоға да тура сол тәсілді қолданамыз мысалы. Темпті жылдамдатқан кезде негізгі екі ми, ля мен негізгі дыбыс болады да, қалған дыбыстар өтпелі дыбыс қайналып кетеді. Яғни мынау негізгі болады да, сосын мынау. Ғана естіліп тұрады да, қалған орта дыбыстары өтпелі дыбыс болып келеді. Темп неғұрлым жылдамдаған сайын негізгі дыбыс қысқарады да, өтпелі дыбыстар көбейе бастайды. Енді одан да жылдам ойнасақ.
ми ғана естіліп тұрады, қалған дыбыстар өтпелі болып кетеді. Бұл жерде маңызды сол өтпелі дыбыс пен негізгі дыбысты айыра білу. Бұл тәсілді қолданбаса барлық дыбыстарға бірдей күш жұмсасаңыздар, онда темптен қаласыздар және саусақтарыңыз бір-біріне шалынып, сүрініп жатады және темпке үлгермейсіздер. Сол жағынан дайындаласыздар. Енді аккордтық система бойынша, яғни аккордтық жүйе бойынша дайындық. Бұл жерде де барлық дыбысқа өте күш жұмсамайсыздар, яғни соңғы дыбысқа ғана. Яғни си қатты естіледі, ля қатты естіледі, соль қатты естіледі. Ең соңғы дыбыстар ғана қатты естіледі, қалған үш аккордтың үш дыбысы өтпеліге айналып кетеді. Егер барлығының маңызды ретінде қарасаңыздар, онда қопалдау кәсіби емес естіледі. Деп мысалы. Деп отырсаңыздар, онда қопал естіледі. Жеңіл түрде, яғни негізгі дыбыс до, соңғы дыбыс қана болады. Келесі енді жаңағы ұсақ техникамен арпеджоны көрсеттік, аккордты көрсеттік. Енді ең негізгі тағы да осы күй орындаған кезде шертіп ойнауы барысында мысалы оң қол техникасы болады. Соған үлгеру үшін, яғни домбырашылар сияқты тура оң қолмен дайындаламыз бізде. Мысалы сіздерге көрсете кетейін. Оң қолда домбыраның барлық қағыстарын дайындаламыз, яғни әр түрлі темпте, циклді түрде мысалы. Алма кезек, екі жоғары, алма кезек, екі жоғары, алма кезек. Енді одан жылдамдыр. Одан да жылдамды болса. Неғұрлым қысқарақ жылдам болған сайын бұл жерде өте қысқа амплитуда қолданасыздар. Көбісі үлгере алмай жатады. Деп жатады, яғни амплитуда үлкен. Тура домбыраның техникасы сияқты амплитуда үлкен болса, онда үлгермейсіздер темпке. Сол үшін қысқартамыз. Және тағы басқа қағыстар бар. Амплитуда сәл ұзағырақ болады. Содан кейін қысқара бастайды. Жаңа өткен сабақта сіздерге айтып өткендей, мысалы метрономмен дайындалсаңыздар да болады, болмаса өзіңіздердің ішкі ритмдік сезімдеріне байланысты, темпті сезуге байланысты өздеріңіз әртүрлі темпті ойнасаңыздар болады. Жай темптен бастап, жоғары темптен, соны тағы да бірнеше рет қайталап, қағыстарды, тек қана қағыстарды. Жалпы осы көп емес техникалық жаңағы әдістер, бірақ соның өзінде дайындалу өзінің әдістеріне қарай дайындалатын болсаңыздар, барынша нәтиже береді деп ойлаймын. Өткен сабақта сіздерге көрсеткендей жаңағы жоспарлау, жаңағы парақтарға сызып көрсету, содан кейін барып сөйлемдерге бөлу, ол сөйлемдердің ішіндегі бірнеше техникалық әдістерді қолдану, сол мәселелердің барлығын толық шешіп болғаннан кейін сіздер түбегейлі түрде толық түрде дайындаласыздар. Басынан аяқ, бастан бастап аяғына дейін байланыстырасыздар. Жаңағы ұсақ детальдардың барлығын байланыстырып, әртүрлі темпте ойнап шығасыздар. Бағана кішкене жеке бөлігін ғана циклдік түрде орындадық қой. Енді басынан аяқ әртүрлі темпте ойнап шығасыздар. Бірнеше рет ойнасаңыздар тіптен жақсы. Жалпы осы дайындалу барысы әрине бір жағынан оңай емес, бір жағынан өте қызық, және өздеріңізді бақылап дайындалатын болсаңыздар, біраз нәтижеге жетесіздер. Енді сіздерге тапсырма осы айтылған әдістердің барлығын практикада қолданыңыздар.
талдаңыздар, анализ жасаңыздар, жоспарлаңыздар, уақыт бөліңіздер. Тек қана теория жүзінде қалып қалмай, практикаға кіргізіңіздер.